Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен өте дәмді хачапуридің рецептісімен бөлісемін. Алдымен жылы суға бір ас қасық құрғақ ашытқымызды салып аламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң жылы жерге бетін жауып қоямыз. Апары көтерілу керек. Мінекей достар, менің апарым осындай болып көтерілді. 15 минуттай жылы жерге қойдым. Енді оған бір шай қасық тұз қосамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып болған соң ерітілген сары майымызды қосып араластырамыз. Ең соңында жылы сүтімізді қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып қосамыз. Алдымен қасықпен барлығын араластырып аламын мен. Одан кейін қолмен жұмсақ нан илейтін боламын. Біздің нанымыз қатты болмау керек. Қолға жабысқыш нан болады. Міне осындай нан болады бізде. Яғни қамыр. Оған біздер бір шай қасықтай сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып қоямыз. Бетін жауып 1 сағаттай көтерілуге қоямыз. Мінекей менің қамырым керемет болып көтерілді. 1 сағат жылы жерде тұрды. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамыры жұмсақ болып шыққандықтан қолға жабысады, сондықтан міндетті түрде ұн қолданыңыз. Мен осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Және ұнның көмегімен осылай дөңгелетіп аламын қамырымды. Мен салмасына осындай ірімшік қолданамын. Менде моцарелла және сулугуни ірімшігі. Осы ірімшіктерді мен қазір үкіштен өткізіп аламын. Мінекей менің салмам дайын болды. Барлығын үкіштен өткізіп араластырып алдым. Енді бірінші қамырды елейміз. Міндетті түрде пергамент қағазын қолданамыз. Пергамент қағазын кішкене ұн сеуіп аламын. Мен әрдайым поклан пергамент қағазын қолданамын. Сапасы жағынан өте қатты ұнайды маған. Енді қамырымызды осылай алдымен қолымызбен созып аламыз. Және де оқтаумен елеп аламыз. Қамырды қатты жұқа етіп елеп жібермеңіз. Енді ортасына салмасын, яғни ірімшікті саламыз. Ірімшігімізді салып алғаннан кейін қамырымыздың бір шетінен бастап ортасына қарай барлығын түйіп шығамыз. Барлығын түйіп болғаннан кейін қолымызға кішкене ұнды алып, дәл осы видеодағыдай басып шығамыз қамырдың үстінен. Оқтау қолданбаймын. Қолымның көмегімен осылай хачапуриіміздің формасын дөңгелетіп жасап шығамыз. Мінекей мен қолымның көмегімен осылай етіп хачапурин формасын жасап алдым. Енді шанышқымен бір өтіп шығамын хачапурин бетінен. Піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін осылай шанышқыны пайдаланамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып аламыз. Кесішкінің көмегімен. Және кішкене сулугуни сырын хачапуриіміздің бетіне сеуіп шығамыз. Дайын болған хачапуриімізді қызып тұрған духовкада пісіреміз. Неше минут екенін астына жазып кетемін. Мінекей достар, менің хачапурим дайын болды. Өте тез піседі және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көріңіздер. Қазір мен кесіп сіздерге көрсетемін қалай болғанын. Хачапуриміз өте керемет болып шықты. Сондай дәмді, иісі де керемет болып тұр. Міндетті түрде менің рецептім ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Қамыры өте жұмсақ болып пісті. Маған осы рецепт өте қатты ұнады. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және колокольчикті басып қойыңыздар. Менің видеомды бірінші болып көресіздер.